Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін кішігірім давайте көліктер бойынша жүріп кетейін. Обзор, қалай қандай машиналармен біз походтарға шығамыз. Бірінші көрік міне Гелендваген 2002 жылғы. Так, 5 литр объем. Резинасы міне грязевая, жақсы. BF Goodrich. Атақты BF Goodrich. Қарапайым салоны енді. Жалпы түрі енді білесіздер, 2010 жылғы ауыстырылған. Бұл жерде енді көрсеткім келетіні бұл палаткасы. Палаткасы осындай үлкен, негізінен 4 адамға дейін арналған деп жазылған. Бірақ бұл жерде 2 емін-еркін дәу адамдар жатады. Маркиза үлкен. Қуат. Маркиза қанша? Қуат. Маркиза ұзындығы қанша? Маркизаның ұзындығы қанша? Г-образный қылып ашылады. Яғни как көрсетем, анау келесі көліктегі сияқты Г-образный 4,5 метр общий. Және де міне палаткаға ішін көрсетейін. Үлкен, рахат, көлеңке, күн түспейді. Мына жақтары жұмсақ матрасы бар. Жиналған кезде әп-әдемі болып жиналады. 1, 2, 3, 4 терезесі бар. Люкі барлығы бар. Москиткасы барлығы бар. Түнде 2 адам емін-еркін ұйықтайды.